ашылып жатқан арнаның филиалына шығармашылық табыстар тілейміз иншалла. Ізгілік пен жақсылықтың жаршысы, қайнар көзі болуына тілектеспіз. Жалпы біздің жұмыс жоспарымыз бойынша әзірге 19 біздің өкілдік бар Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты. Сол 19 өкілдіктің арасында ең бірінші болып қазір Атырау облыстық филиал ашылып жатыр. Алдағы уақытта басқа өңірлерде де ашылатын болады. Биылғы жылы тәуелсіздің 30 жылдығына қарсаңында бас мүфтидің 7 бағыт бойынша жұмыс жасалу керек екенін тапсырған. Сол бірінші бағыты да ақпарат және қоғаммен байланыс бағыты болып табылады. Осы бағыттың аясында, тәуелсіздің 30 жылдың аясында біз осы филиалын өңірімізде ашып отырмыз. Филиалдың ашылуына жергілікті жердегі Атырау, яғни өңіріміздегі елге, дінге, дәстүрге жанашыр азаматтар мен азаматшаларымыздың, апаларымыздың көмегімен бұл ашылып отыр.